Егемен еліміздің софтверлік және ақпараттық технологиялардың дамуына қазақстандық софтверлік компаниялар қауымдастығы зор үлесін қосуда. Аталмыш қауымдастықтың президенті Азаматхан Сайлауұлы Әміртаев қазақ онлайн бизнес мектебі жобасын іске қосып, ғаламтор әлемінде бизнес жайлы онлайн дәрістермен көпшілік назарына ілікті. Қазақ тілінде жүргізіліп, орыс және ағылшын тілдеріндегі субтитрлармен сүйемелденетін бұл дәрістер көңілден шығарлық дүние. Ал бүгін Азаматхан Сайлауұлы Әміртаевның өзімен әңгімелесу сәті түсті. Құрметті Азаматхан Сайлауұлы, қазақ онлайн бизнес мектебі жобасын құрудағы басты мақсаттарыңызды атап өтсеңіз. Рахмет. Қазақ онлайн бизнес мектебін әріптестерімізбен келісе отырып құрған болатынбыз. Қазіргі таңда кәсіпкерлік бойынша өзге тілде түрлі дәрістер өте көп, ал қазақша болған жоқ. Осыдан сұрақ туды. Неге қазақ тілді азаматтардың кәсіпкер болудағы мақсаттарын қолдап, одан әрі дамытуға үлес қоспасқа? Сондықтан бизнеспен айналысу үшін жігер мен талпыныс және білім қажет. Осыған орай біз онлайн дәрісімізді халыққа ұсынып отырмыз. Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Демекші, біз қазақстандықтардың бай болғанын, күшті мықты бизнесмен болғанын қажет етеміз. Ал күшті кәсіпкер болу үшін адал бизнес жүргізу керек деп ойлаймын. Отандастарымыздың кәсіпкерлікпен айналысу құштарлығын оятып, бизнес әлеміне деген дұрыс көзқарастарын қалыптастыру. Біздің бірден бір мақсатымыз осы болып табылады. Сонда адамдарға кәсіпкерлікті таңдауға кеңес бересіз. Неліктен? Біріншіден, сіз тәуелсіз боласыз. Өз уақытыңызды өзіңіз белгілеп, өз табысыңызды өзіңіз белгілейсіз. Екіншіден, сіз өз қалаған ісіңізбен айналысасыз. Егер ісім өнсін десең, ретін тап дегендей, жұмысыңыз ретін өзің белгілеп, жұмыс бабын өзің реттейсіз. Сол себепті өзіңе ұнайтын кәсіппен айналысу мүмкіндігі туады. Меніңше, адам өзінің сүйікті кәсібімен айналысса, ол өмірде ең бақытты адам деп санайды. Осы дәрістеріңізді телебағдарламалар арқылы емес, интернет әлемінде таратуыңыз не себепті? Қазіргі жаһандану заманында интернет жүйесі адамдар қарым-қатынасының ең басты құралы болып табылады. Қазақстанда ғаламтор жүйесі күн сайын дамып келеді. Қолданушылар саны жыл сайын 5 есе өсіп отырады. Алайда қазақша контенттердің аздығы сәл толғандырады. Осы себепті біріншіден Қазнеттің дамуына үлес қоссақ, екіншіден өз ана тіліміздің мәртебесін көтеруге үлес қосамыз. Ең бастысы кәсіпкерлік бойынша бар жиған тәжірибемізбен бөлісеміз. Бұның бәрі ең жылдам, ең қолайлы қатынас түрі интернет желісі арқылы болады, әрине. Бейнетпен келген, тартыспен түскен жеңіс қана шын мәнінде қымбат дүние дегендей, осы жылда қандай да бір қиындықтар кездесіп жатты ма? Әрине, қиындықсыз ештеңе де болмайды. Әлемнің үздік бизнесмендерінің дәрістерін тыңдай отырып, өзіміз ойлана отырып, дәрістер жасап, оны бейнематериалдарға түсіріп, сіздерге тарату өте үлкен іс деп ойлаймын. Және де бұл жерде біз үлкен уақыт шығыны кетіп жатыр. Және де қаржы шығыны кетіп жатыр. Осы ісіміздің бір мақсаты, бір арманы тыңдаушыларға үлес қоссақ деген ойымыз. Қазіргі таңда бизнесті дұрыс құру жайлы, жалпы бизнес жайлы ақпараттар, дәрістер, оқулықтар өте көп. Ал сіздің дәрістеріңіз өзіміздің ана тілімізде құрылғаны өте құптарлық іс. Осыған байланысты алда онлайн дәрістерден басқа тағы қандай жоспарларыңыз бар? Айтып кетсеңіз. Интернет желісіне қатысты тағы бірнеше жобалар бар. Мәселен, түркі халықтарының тарихы, қазақ классик және интернет әліппесі бағдарламасы жақын арада іске қосылмақ. Бұдан басқа кәсіпкерлік іспен айналысу мен оны дамыту жөнінде қазақ тіліндегі оқулықтар мен аудио бейне дисктер жасау ойымыз бар. Сонымен қатар
игілікті сауапты іс артық та көптік етпейді дегендей, бізбен тәжірибе алмасқысы келетін қандай да бір сұрақтары бар, көмекке зәру жандарға қолдан келген көмекті аямаймыз. Әсірлі әрі қызықты әңгімеңізге көп рахмет. Ісіңіз оңға басып, еңбектеріңіз жана берсін.